Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Жеке табыс салығы, яғни индивидуальный подоходный налог және корпоратив табыс салығы, корпоративный подоходный налог төлеу мерзімі жұмыс істелген 90-нан кейінгі екінші айдың 25-ші күніне дейін. Бұл не деген сөз? Бірінші 90 үшін, яғни бірінші квартал үшін, мысалға бірінші квартал қаңтар, ақпан, наурыз болса, екінші ай дейді. Қаңтар, ақпан, наурыздан кейін сәуір, одан кейін екінші ай мамырдың 25-іне дейін. Түсінікті ғой. Яғни бірінші квартал январь, февраль, март болса, екінші айы бірінші кварталдан кейінгі екінші ай, яғни марттан кейін апрель емес, екінші айы майдың 25-іне дейін. Сол сияқты екінші 90 үшін тамыздың 25-іне дейін, үшінші 90 үшін қарашаның 25-іне дейін, төртінші 90 үшін ақпан айының 25-іне дейін. Келесі, егер компания бөлшек салық режимінде болса, зейнеткер үшін қандай салық төлеу керек? Зейнеткер қызметкер үшін тек жеке табыс салығын төлеу керек. Түсінікті ғой. Егер жеке кәсіпкер зейнеткер болса, яғни ИПшник пенсионер болса, онда өзі үшін ай сайынғы салықтарды төлеу талап етілмейді. Каспий KZ дүкенінде тауарларды сатсам, бөлшек салық режимінде қандай салық мөлшерлемесін қолдану керек дейді. Каспий KZ дүкенімен жұмыс кезінде табыс салығының ставкасы жеке табыс салығы немесе корпоратив табыс салығы компания айналымының 4% дейді. Жеке кәсіпкер бөлшек салық режимінде қандай салықтар мен аударымдар төлеу керек? Жеке кәсіпкер бөлшек салық режимінде төлейді. Нені? Жеке табыс салығын төлейді 90-на 1 рет, яғни әр квартал сайын. Салық жұмысшылардың жалақысын шегергендегі айналым есептеледі. Жаңа айтқандай, табысымыздан жұмысшыларының еңбек ақысының шығынын алып бастап, одан қалған суммадан салық төлейміз. 4 немесе 8%. Төлем мерзімі жұмыс істеген 90-нан кейінгі екінші айдың 25-ші күніне дейін. Бұл жағын айтқандай, бірінші 90 үшін 25-ші мамыр, екінші 90 үшін 25-ші тамызға дейін, үшінші 90 үшін қараша айының 25-ші дейін, төртінші 90 үшін ақпан айының 25-ші дейін. Өзі үшін ай сайын не төлейді? ИПшник, жеке кәсіпкер. Міндет зейнетақы жарналарын төлейді ай сайын. Жұмыс берушінің міндет зейнетақы жарналары, яғни міндет зейнетақы жарналары деген ОПВ, обязательный пенсионный взносы. Жұмыс берушінің міндет зейнетақы жарналары ОПВР, обязательный пенсионный взносы работодателя. Әлеуметтік төлем, яғни социальное отчисление, медициналық сақтандыру жарналары ВОСМС, яғни взносы на обязательный социальный медицинский страхование. Жеке кәсіпкер өзі мөлшерін анықтайды. Міндет зейнетақы жарнасын ай сайын қанша төлейді? Ең азы 8500 теңге және социальное отчисление деген ол әлеуметтік төлем үшін ең азы 2950 теңге. Ең азын төлей ма, егер одан көп төлей ма, ол жағын енді өзі шешеді. Жеке кәсіпкер айналымы жоқ ай үшін міндет зейнетақы жарналары, жұмыс берушінің міндет зейнетақы жарналары және әлеуметтік төлемдерді өзің үшін төлеудің қажеті жоқ. Бір айға ешқандай сізге табыс, доход түспесе, онда пенсионный взносы, ОПВР, социальное отчислениені төлеу міндетті емес. Айналым болмаса да, міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны ай сайын төлеу керек. Яғни бір айда ешқандай доход болмаса да, ВОСМС-ті ай сайын міндетті түрде төлеуіңіз керек. Жалдамалы қызметкер үшін жеке кәсіпкер, яғни өзінің сотрудник үшін ай сайын не төлейді? Міндет зейнетақы жарналарын төлейді, пенсионный взносы. Жұмыс берушінің міндет зейнетақы жарналарын төлейді, яғни пенсионный взносы работодателя, ОПВР, әлеуметтік төлемдер, социальное отчисление, міндетті медициналық әлеуметтік жарналар, яғни ВОСМС, міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер, ОСМС, жеке табыс салығы, яғни подоходный налог, индивидуальный подоходный налог. Өзіңіз үшін және жұмысшылар үшін салықтар әр айдың 25-шіне дейін төленуі керек. Бөлшек салық режимі үшін қосылған құн салығы бойынша есепке қоюдың шегі қандай? Бөлшек салықта сіз жылына 600 мың айлық есептік көрсеткіш айналымы кезінде қосылған құн салықсыз жұмыс істейсіз, яғни 600 мың МРП деген жаңа біз есептедік 2 миллиард 215 миллионның жобасы. Сол ақшаға дейін сіз без НДС жұмыс жасай аласыз, яғни НДС-сіз.
бөлшек салық режиміне қалай ауысуға болады, енді сол жайлы айтайық. Каспий KZ мобильді қосымшасында госуслуги вкладкасына кіреміз. Оның ішінде изменение реквизитов и налогового режима ИП дегенге кіреміз. Сол жерден салық режимін өзгерту тармағына өтіп, экрандағы келесі қадамдарды орындаймыз. Каспий KZ мобильді қосымшада құжаттарға қол қойған кезде Каспий электронды цифрлық қолтаңба, яғни ЭЦП ключ көмегімен сізге салық режимінің өзгеруі туралы хабарлама келеді. Деректер мемлекеттік органдар базасында 24 сағат ішінде жаңартылады. Бөлшек сауда режимі келесі айдың бірінші күннен бастап жұмыс істей бастайды. Мысалға, сіз ақпан айында сіз мысалға бір режимнан, мысалы упрощенный режимде, упрощенный режимнан осы розничный налог режимі өтуге заявка тастасаңыз, онда февраль айында тастасаңыз, сізге март айының бірінен бастап өзгертіледі. Яғни наурыз айының бірінен бастап сіз розничный налог режимінде жұмыс жасай аласыз. 2024 жылы бөлшек салық режимінде жеке кәсіпкер және жауапкершілігі шектеулі серіктестік үшін қызметкер үшін салықтар мен аударымдардың ставкалары. Яғни ИП мен ТО үшін, сотрудниктер үшін ай сайын қандай төлемдер, салықтар төленеді. Міндетті зейнетақы жарналарын төлейсіз, яғни пенсионный взносы, сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Яғни пенсионный взносы еңбек ақыдан, яғни жұмысшының зарплатасынан 10% есептеледі, ал максимум 425 мың теңге төленеді. Жұмыс берушінің міндетті зейнетақы жарналары, яғни ОПВР, пенсионный взносы работодателя, бұл да еңбек ақыдан, яғни зарплатадан 1,5% есептеледі, минимум 1275 теңге, яғни 85 мың теңгенің ең төмен жалақың 1,5%, максимум 63.750 теңге аудара аласыз. Әлеуметтік төлемдер, социальный отчисление, еңбек ақыдан 3,5%, минимум 2.975 теңге, максимум 20.875 теңге аудара аласыз. Міндетті медициналық әлеуметтік жарна, яғни ВОСМС, яғни взносы осымыз, еңбек ақыдан 2%, максимум 17 теңге. Міндетті медициналық әлеуметтік төлемдер ОСМС, еңбек ақыдан 3%, максимум 25.500 теңге. Жеке табыс салығы, индивидуальный подоходный налог, еңбек ақыдан 10% аударасыз, яғни оның жалақысынан міндетті зейнетақы жарнасы мен міндетті медициналық әлеуметтік жарнаны азайту арқылы, яғни оның зарплатасынан пенсионный взнос пен ВОСМС азайту арқылы қалған суммадан 10%. Бөлшек салық режим пайдалану кімге тиімді? Яғни розничный налог пайдалану кімге тиімді? Бөлшек салық режим пайдалану әртүрлі елді мекендерде сату нүктелері бар, немесе олардың айналымына байланысты бизнесті бөлшектейтін кәсіпкерлерге пайдалы. Жылына 20 мың айлық есептік көрсеткіштен асады. Осы табалдырықтан кейін кез келген басқа режимде қосылған құн салығы бойынша тіркеліп, қосымша 12% төлеу керек. Бөлшек салық режимде компаниялардың айналымы қосылған құн салығы бойынша қою үшін есепке алынбайды. Яғни сіз егер упрощенный режимде жұмыс жасайтын болсаңыз, ол жерде сізге НДС-ке немесе общественный режимде де жұмыс істейтін болсаңыз, сізде НДС-ке бір порог қояды, ограничение 20 мың МРП-дан асып кетпеу керек деп. Ал бұл жерде розничный налогта ондай ешқандай 600 мың МРП-ға дейін без НДС жұмыс жасай бересіз, яғни бұл сізге тиімді. Жарты жыл ішінде 29.038 айлық есептік көрсеткіштен асады және оңайлатылған режимде қалуға мүмкіндік бермейді. Яғни сіз упрощенный режимде жұмыс жасайтын болсаңыз, сізде упрощенный режимде жұмыс жасау үшін бұл жерде де порог бар, 29.38 МРП-дан асып кетпеу керек деп, одан асып кетсе общественный режимге өтесіз. Яғни бұл жерде розничный налогта сіз 24.38 МРП емес, 600 мың МРП-ға дейін табыс тауып жұмыс істей берсеңіз болады. Сол үшін сізге тиімді.